Менің әңгімем сонау Қарадырдың бөктерінен бастау алады. Оның сыр сақтаған ну орманы, төбесі көк тіреген таулары, еркелеп ескен салқын желі. Бұл киелі жер менің мекенім. Міне, мынау саған. Қараңыз, көзін ашып жатыр. Құрмаш. Алғаш жарық дүние есігін ашқан сәтімнен ақ қамқоршым менің жан ашырым. Келе ғой. Асыр салып бірге ойнаған балалық шағымның айырылмас серігі. Мен осынау ғаламат әлеммен таныстырған алғашқы досым. Маған әлемде тек менімен Құрмаш қана бардай көрінді. Осылайша екеуміздің уайымсыз бақытты күндеріміз өтіп жатты. Бірақ әлгі түні айнала бейтаныс қара түнекке ұланды. Алайық, кім бар? Құмдар! Кетпесін, алдын ораңдар! Көксерек! Әйтсе де сол қара түнек менің жаныма жылы да жақын сезілді. Ызғарлы түн өмірімді күрт өзгертті. Айналамдағы тіршілік те суи бастады. Кім бірінші болады екен? Бұрынғы ойын күлкі, алаңсыз өмірім таусылды. Қара түнектен қалған жылу менің еріксіз мазамды алды. Бейтаныс бір орман жақтан мені өзіне шақырып тұрғандай сезілді. Қазір. Көксерек, таяқ ше. Әрбіріміздің осал жеріміз бар. Ал менің әлсіздігім ол ет. Шіркін, қарынның тоқ болғанына не жетсін? Бірақ бір қызығы, еттен жеп болған соң артынша таяғында қосып жейтінмін. Өлтір терісі сыпыру керек. Құрмаш, кет бұлай. Көке! Жібердейін саған жібермем. Тимеңіз оған! Тұр бұлай. Сол! Аштық, жалғыздық, өкпеге кірген ащы суық сүйекті сырқыратты. Ызғарлы желдің сырлы дауысы белгісіз бағытта бастап барады. Кенет
Әлгі ғажайып үн тағы да мені шақырды. Бұл кім? Не қылған жан? Мұндай ғажайыпты мен бұрын соңды көрмеппін. Иә, бойынан бір жылулық сезіледі. Бәлкім, мен ұзақ уақыт шақырып жүрген ғажайып үннің иесі де осы болар. Кеудем қуыс, қара түнек. Еш нәрсе сезілмейді. Тағы да әлгі дауыс құлағымнан кетер емес. Бұл ненің дауысы? Түсінер емеспін. Естілген сайын ішімді ашу мен ыза кернеп барады. Мүмкін алынбаған кегімнің дауысы болар.
Қой деп саған, қой! Ай, тезірек! Құрмаш! Ай, тұқымың құрғыр, көзімді құртам! Енді түсіндім. Сонау түннен бері мені еліртіп шақырып жүрген ғажайып үн. Кіршіксіз таза табиғатымның, қайтпас қайсар айбатымның, еш нәрсе тең келмес еркіндігімнің үні. Сәт түзімдер балапандар, 1, 2, 3, ойға жина күш, жаррайсыңдар балапандар. Кака, Арлан, келе ғой, мә. Шау кәменек дейді. Армысыз ата? Бар бол, өркеннің өссін. Малдырс қайда? Болатжан, шаршасаң қымыз ішіп әлдені бол. Қазір ата, мына жерді жинап ала қояйын. О! Құрт, борсық! Тұрыңдар! Не боп қалды тағы да? Не болған бәріңе? Мен сендерді ойнайық деп ояттым. Ойбай, сөйлейтін болса. Қорқпа қымыз, мен де сөйлей алам. Есір соғай, ойының қанбадау сенің де. Одан да әлемде не боп жатыр екен, соны айтайық. Газетке не жазыпты, соны оқиық. Қане? Әй, бауырсақ, тұр бұлай. Газетті майғыласың. Қазақстан үкіметі мемлекеттік тіл туралы. Мемлекеттік тіл туралы жаңа бағдарлама қабылдады. Келешекте барлық қазақстандықтар қазақша сөйлейтін болды. Әрі қарай. Рас па? Әрине рас. Астана қаласы. Құрт, сен ежелеп оқи алмай мұжып кеттің ғой. Әкел өзім оқиын. Мынау белгілі, Абай жөнінде жазды. О, Қазақстан бренді. Қазақстан. Асық, газет не дейді? Мәссіған, Қазақстан брендін қалыптастыру жөнінде айтылып жатыр. Бренд деген не? Естісем құлағым керең болсын. Сабыр етіңдер, сабыр. Менің түсінігім бойынша, Қазақстанда қандай затымызбен немесе дүниемізбен әлемге таныта аламыз.
Міне сол нәрсені бренд деп айтады екен. Мысалы мен асық ұлттық ойынға жатамын. Мына қазақ даласынан шыққан барлық ұлы адамдар мен батырлар бала кезінде менімен ойнап өскен. Сол үшін мен бренд бола аламын. Ал мен қымыз адамға күш, қуат берем. Бренд болуға мен лайықпын. Мен айтсаңшы, ешқашан ескірмеймін. Күшті азықпын. Брендке мен лайықпын. Ау жігіттер, енді ата-бабамыздан бастап осы күнге дейін дастархан төрінен түспеген бауырсақпен қалай таласасыңдар? Босқа таласпайық. Айта берсең, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген. Бәріміз де мақтауға лайықпыз. Одан да төрелік сұрап, біреуге жүгінейік. Кімге жүгінеміз? Кім айтады? Анау тұрған күнінің көзі ескі трактордан сұрайық. Кеттік! Мен айтамын өлеңді, құлағыңды түренді, біз боламыз қазақтың мақтанышы бренді, әрқайсымыз бір төбе, қастерлеген халқымыз. Мен болсын MC үреңді, қазақтың менде бір бренді, болсақта құртта қымызда, бренд боламыз деп жүренді. Алақайлап жүрген асықта, бренд болам деп асықпа. Құрта қандай болып жүрсең де, жігеріңді сен де жасытпа. Арамызда бойы да ойды үлкен өзіңсің ғой. Домбыра жол қысқарсын, әңгіме айтсаңшы. Олай болса, мен сендерге өз атамнан естігенімді айтып берейін. Менің атамды Құрманғазы диналардың өзі ұстаған екен. Қос ішек бір шанақтан шыққан дыбыс мына даланы бойлап ұшқан деседі. Осылай болған екен. Ғажап! Қандай ғажап оқиға! Мұны мультфильм етіп жасау керек. Керемет! Белі ғыр-ғыр сақарлап. Айта беріңдер, балалар. Не шаруамен келдіңдер? Таға, біз сізді ескінің көзі, көпті көрген деп келіп отырмыз. Жас үлкен деп сыйлап алдыма келгендеріңе рахмет. Айта бер. Айтсақ, алдыңызға жүгініп келдік. Арамызда қазақтың мақтанышы болуға кім лайық? Соны айтыңызшы. Ал енді мен осы зауыттан жаңа шығып, осы ауылға келгенде сонау тұрған бәйтерекке ассалаумағалейкум ата деп амандасып батасын алғам. Содан бері бір ғасыр өтті. Сол бәйтерек әлі де жай қалып тұр. Сендер соған барыңдар. Көпті көрген қария солақ болар. Жүріңдер. Кеттік, қане. Текті жерден шыққаны көрініп тұр. Өзі сөпсекім деке. Ұрыны қараңдар, Ұстаңдар оны. Ұстаңдар, жібермеңдер. Асық қайда? Асықты қараңдар. Қашыңдар. Бәлем. Kaç, kız, kaç.
Ай! Ой, тоқтаңдар! Құлайсыңдар! Тоқтаңдар! Жарайсың домбыра! Құртқаш! Бәлем! Рахмет саған ашық. Мына бәледен әзер құтылдық ау. Әне бәйтерек. Ұйықтап қалған ба немене? Оятайық па? Сау болыңыз, бәйтерек ата. Рахмет, қарақтарым. Қазақтың игі жақсылары жиналып қалыпсыңдар ғой. Ал айт отырыңдар, құлағым сендерде. Айтса қалдыңызға ақиқат іздеп келдік. Арамызда қайсымыз қазақ халқының мақтанышы болар брендке лайықтымыз? Соны айтыңызшы. Я, турасын кесіп айтыңыз, біз сізге ренжімейміз. Балаларым-ай, мені қай бір билік айтар дейсіңдер. Негізі көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра деген бар ғой. Сонау көктегі қалықтап жүрген қыран досымнан сұрайық. Ей, қыран, естимісің? Мен сендерді естіп те көріп тұрмын, бәйтерек. Ол үшін Астанаға барып, жаңа заманның бәйтерегінен сұрау керек. Бұл сұрақтың жауабын берсе, сол ғана бере алады. Онда бізде сол бәйтерекке алып баршы, қыран. Қандай керемет, жерде мен сияқты домалақ екен ау. Құрметті жолаушылар, біз ұшып келе жатқан Эйр кран ұшағы Астана қаласына жақындап келеді. Белдеріңізді бекем болып, қонуға дайындалыңыздар. Кран, қалай дұрыс айттым ба? Астанаға жақындап келеміз. Анау тұрған Ақорда. Менің білуімше, онда қазақтың тұңғыш президенті отырады. Бренд болуға ол да лайықты тұлға. Ал анау Ақорданың төбесіндегі қыранның бейнесі емес пе? Қыран, онда сен де бренд болуға лайықтысың. Жоқ, мен Қазақстанның туында бейнеленгенмін. Маған сол құрметте жетеді. Ал мынау біз іздеп келе жатқан бәйтерек. Қазір қонамыз. Қандай алып? Ассаламағалейкум, біз сізге жүгініп келдік. Уағалейкум ассалам, өңшен қазақтың мықтылары жиналыпсыңдар ғой. Біз өзара кім қазақтың бренді бола алады деп таласып жатырмыз. Көпті көрген бәйтерек, сізге келдік. Төрелігін айтыңыз. Бұларың дұрыс болған екен. Бүгінде әлем таныған Қазақстанның елордасы Астанаға қош келдіңдер. Ал енді қазақ брендіне кім лайық дегенге келсек, менің айтарым, барлығыңда лайықтысыңдар. Ата-бабаларымыздың өмірін, бүгінгі ұрпаққа жалғап отырған қасиеттеріңе мен басым дейіп, құрметпен қараймын. Сол үшін еліміздің мәртебесін көтеруге барлығымыз бірдей ат салысайық. Менің төрелігім осы болсын. Алақай! Дұрыс шешім. Қарақылды қақжарды деген осы емес пе? Мен айтайын өлеңді, құлағыңды түренді. Біз боламыз қазақтың мақтанышы бренді. Әрқайсымыз бір төбе қастерлеген халқымыз. Бізбен бірге өркендер әдет құрып салтымыз. Салт дәстүрді жақтаған қазағым мен мақтанам. Ата-баба мұрасын қастерлеген сақтаған. Қазақстан үйіміз, қара жорға
домбыраға биеміз, шартарапқа шалқысын, домбырада күйеміз. Өсе берсін өркендеп, егеменді еліміз, салт дәстүрді дәріптеп, ән салайық келіңіз. О, әкесі, қараш біздің 7-ші балапанымыз жарық дүниеге келді. Қанеки, ол мекен қыз мекен? Ол бала, әкесі. Ол неге сонша кешікті, әлде ынжық болайын деп тұрма? Қойшы қайдағын айтпай, кенже болған соң еркелеп жатып алғанда. Қайдам, бүгін 30 күн болды. Аршатшы, өзің аршат. Қане, тыныш жатыңдар. Көздеріңді жұмып, тез ұйықтап қалыңдар. Әй, баламысың деген. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, 7-шіміз қайда? Кенже байым менің, ұйқың қанды ма? Балапаным келе қойғане. Қане тұра қой, ештен етпейді. Кел бері. Жүре қой, әкеңмен бірге жем табуды үйренейік. Балапаным аусаған не болды? Сүріне бердің ғой. Ойбай. Не боп қалды соншама? Япырау, әкесі, бері келші. Аяғы қисық бітіпті. Кемтар боп туылған ғой. Ойбай, байғұс баламай енді қайттық. Қой енді, өлгөлі жатқан жоқ қой. Әр кетсе маймаңдап орталарында жүрер. Қане, екке бөлініп ойнаймыз. Бара, сенде қосылып ойна. О, маймақ, сен де доп деп аласың ба? Бар, ана қақпаға тұр. Мәне, нағыз маған тартқан балам. Жарайсың көк түйнек. Ой, қой сені, қақпаға да жөндеп тұра алмайсың. Маймақ. Кенжем менің, кеш шыққан соң әлсіз болдың ау. Әлі-ақ күшейесің. Тұра әкесі. Ей, осы да бір. Тап-тарам. Ай! Шашасы! Ойбай, қыз баламай. Ой!
Қараш әкесі, біздің Маймақжан суда жүзгенде ешкімнен кем емес екенім. Ал енді сен... Тұр әкесі. Ей, қош соны. Қайт кейін, көктінек. Жау, тығылыңдар. Көктінек! Көктінек! Енді қайттық. Алтауым бірдей қырғидың көзіне түсіріп, жалғыз малғаның не қара басып, көктінекті алғанша сол маймиған бәлен алғанда болар еді. Қайда барасың, қайт кейін Маймақ. Қайтпай, мені бәрінге жек көресіңдер. Әкем де, бауырларым да. Одан да әлгі қырғи мен ағасынша. О, ана балапанды қараңдар. Нан беріп көрейікші. Қараш қорықпайды өзі. Жей ғой балапан. Жүрегімде мұң қайғы, көрмеген ем ондайды. Басқа салса көнерсің бірі. Жақсылыққа сенейін, тамаша жаратқаннан жәрдемін айналайын анашым, балапаның балашым, болса дағы қадамы жансың. Құшағына қойайын, бауыр басып жылайын, сағыныштан өзіңді аңсам. Сен мұнда неге жалғыз жүрсің? Атанаң қайда? Адасып қалған жоқсың ба? Сен бізге балапан болсаңшы. Біз сені аялап өсіреміз. Солай емес пе әкесі?
Әрине, биыл балапан аша алмадық деп уайымдап жүредік. Менің аяғым ақсақ. Ештең етпейді балапаным. Әлі-ақ жазылып кетесің. Балапаным ау тірі екенсің ғой. Біз сені ойлап түні бойы көз ілмедік. Апатай! Және әкең де бауырларың да сені күтіп тұр. Жүре ғой балам, үйге қайтайық. Жоқ апа, мен бармайым. Бармаған несі балам ау? Туған жер туралы ән. Үйреніп ал. Күз түсі жылы жаққа шыққанда осы сазды айтып қоштасамыз. Бұл менің бауырларым ғой. Балапаным сол. Қамықпа, біз де солардың артынан барамыз. Оңтүстікке жылы жаққа ұшатын мезгіл келді. Ал біз тағы да осында ораламыз ба? Я балам, амандық болса көктемшіға қайта ораламыз. Туған жерде ұя соғып, өсіп өнеміз. Қош туған жер, атамекен!